Ассалаумағалейкум достар, сіздерге тонгалық Робинзондар деген бір оқиғаны баяндағымыз келіп отыр. Бұл оқиға шынайы өмірде болған. 1965 жылы Тонга деген елдің астанасы Нукуалова деген қаладан католиктік бағыттағы мектеп-интернаттың 6 оқушысы қашып шығады. Қашып шыққанмен қоймай, бір кісінің қайығын ұрлайды. Өздерінің жоспары бойынша 805 шақырым жерден орналасқан Фиджи аралына бармақшы болады. Одан ары қарай Жаңа Зеландияға барамыз дейді. Үлкені 16-та, кішісі 13 жаста. Саяхат кезінде олар 2 қап банан, бірнеше кокос және газ оттықтарын алады. Ешқайсы картаны білмейді, компасты қалай пайдаланатынын білмейді, даже компастың керек екенін де ойламайды. Сол алғашқы түнде мұхитта кетіп бара кезде қатты дауылы ескектерін су алады, желкендерін жел жыртады, аздаған азық-түліктері жоғалып кетеді. Бірнеше күн бойы олар қайықта таза сусыз және тамақсыз өмір сүруге мәжбүр болады. Ең сорақысы ыстық, аштық және қатты шөл. Жігіттер балық аулауға тырысады. Жаңбыр суларын кокос жаңғағының қабығына жинап, оны бірдей бөліп ішеді. Мысалға, таңертең бір жұтады, кешке бір жұтады дегендей. 8-ші күн дегенде балалар белгісіз аралдың жағалауын көреді. Көп ұзамай қайық жағалаудағы тастарға соғып сынақтағын балалар жағалауға жетіп үлгереді. Алдымен олар аралдан тек теңіз құстарының ұяларындағы бірнеше жұмыртқаларды тауып алып қорек етеді. Аралды біртіндеп зерттеп, олар аралдың құзды шыңына жетеді. Сонда ежелгі жанартау кратерін табады. Бұл жерге адамдар соңғы 100 жылда келмеген. Балалар 2 адамнан тұратын топта жұмыс істеуге келіседі. Олар қажет жұмыстың кестесін жасайды. Оны өздері қатаң ұстанады. Кейде олар ұрысып қалады бір-бірімен. Бірақ енді ұрысқанмен тез басылады, өйткені бір-біріне көмектеспесе болмайды. Сондықтан олар ұрыстарын тез тоқтататын. Тіпті ішіндегі кола деген бір бала әртүрлі заттардан құрастырып, гитара жасап алып, қайықтан сымдар алып, көңілдерін көтеріп, әнді айтқан. Олар от жағып 15 ай бойы өшірмей ұстауға мәжбүр болады отты. Аралда балалар өздерін ынтымағы жарасқан топқа біріктіре білді және бастарына түскен қиыншылықтарға қарамастан, ішінде біреуінің аяғы сынған болатын, 15 ай бойы өздерін жақсы көңіл күйде ұстады. Кейінірек жергілікті дәрігер олардың керемет физикалық жағдайына және жаңағы аяғы сынған Стивеннің керемет сауыққан аяғына таң қалады. Балалар жергілікті құстарды, балықтары, жабайы жеміс түйнектерін, сондай-ақ ежелгі арал тұрғындары өсірген тауықтар мен бананды азық қылады. Жаңбыр аз жауатындықтан балалар үнемі шөлдейтін. Жаңбыр жауған кезде бөрене ойықтарына жиналған сумен күн көретін. Су тапшылығы жағдайында балалар теңіз құстарының қанын ішуге мәжбүр болады. Олар да 1966 жылы 11 қыркүйек жексенбі күні болатын австралиялық балықшы Питер Уорнер деген кісі құтқарып алады. Уорнер балаларды Тонгаға қайтарғанымен қайық ұрлаған үшін олар дереу қамауға алынады. Алайда австралиялық балықшы қайық иесіне өтемақы төлеп балаларды босатып алады. Уорнер олардың австралиялық бұқаралық ақпарат құралдарына арналған фильмге түсуін ұйымдастырады. Ал енді бұл балаларды жоғалғаннан кейін көп іздеген ата-аналарды, тіпті бұларды өлдіге санап, отбасылары бұлардың жерлеу рәсімінде өткізіп қойған екен. Бұл оқиғаның суреттерін Google желісінен іздеп, бұлардың кәдімгі шынайы суреттерін көруге болады. Ал менің басты мақсатым сіздерге баяндау. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.